Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Міне көктемнің бірінші айының да соңы келді. Шымкентте өте суық болып жатыр, әлі жаңбырлы күн болып жатыр. Әдетте бұл айда бізде күн жанып тұратын. Аллаға шүкір, бірақ осы күнімізге жаңа айтады, у природы нету плохой погоды дейді. Сол үшін барлық күннің ауа райы бізге жақсы. Аллаға шүкір. Міне өздеріңіз білгендегідей, мынау осыдан 3 аптадан астам уақытта мен 3 апта бұрын уақытта артық салмақпен күресуді бастаған болатындығымын. Дұрыс тамақтану арқылы бірінші аптаның, екінші аптаның результатын көрсеттім. Үшінші аптада видео шықпай қалды. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Өйткені мен ол аптада салмақ тастамай қалдым. Неге дейсіздер ғой? Өйткені наурыз көжеден жеп қойдым ау деймін сәл-сәл. Енді Аллаға шүкір ары қарай жалғастырып жатырмын дұрыс тамақтануымды. Қазіргі салмағым 115 килограммға түсті. Белгілі бір себептермен бүйтіп, камерамен бүйтіп көрсететін адам болмай тұр қазір. Әйтпесем таразға тура көрсетіп жіберетін едім. Ендігі алдымызға қойған жоспар білесіздер, 90 килограммға түсу. Енді бір аптаның ішінде мен 110 килограммға түсем деген ниеттемін. Бір аптада осы бүгіннен бастап 5 килограмм бір аптаның ішінде тастайым деген ниеттемін. Сол бір аптаның ішінде мен 5 килограмм тастай аламын ба? Өз ойларыңызды жазыңыздар, жазып кетсеңіздер болады комментарийге. Видеома лайк басып, комментарий жазып, тағы да мынау тіркелу бөлігіне подписки дегенді басып қойсаңыздар болады. Өйткені мен видеомды қараймын, статистикасынан қарасам, 93% тіркелмеген адамдар көреді екен да. Бар болғаны 7% ғана тіркелген адамдарым көреді, 93% тіркелмеген адам. 93%. Сол үшін тіркеліп, алдағы жоспарлардан қапы қалмаңыздар. Мынау енді осы арықтау, артық салмақтан арылу блогымды шығарып отырамын әр аптада. Келесі аптада, ровно бір аптада 110 килограмм болып түсіріп уәде берем сіздерге. Түсіріп көрсететін деп уәде берем. Ренжімеңіздер, сәл сөзімнен шатасып қалып жатырмын. Бұрын енді мен мынандай прямой эфирде сөйлемеген ғой, сол себептен де ренжімейсіздер. Мынау артық салмақта енді 115 килограммның өзі мен үшін әжептәуір салмақ тастаған болатын. Енді бастаған кезде 124 еді ғой. 9 килограмм мен үшін кәдімгідей результат беріп жатыр. Жеңіл сезініп жатырмын өзім. Басында бірден бір салмақты тастау себебім жаңа қан қысым жоғарылаған деген едім ғой. Сол қан қысым сәл төмендеді. Өзімде еркін жеңіл сезінемін. Бұрында бір 500 метр жүрсем ұрсылдап қалатындығым. Қазір ентігу деген жоқ. Даже осы видеода сөйлеп отырсам да алдыңғы бірінші видеомды көрсеңіздер, ұрсылдап отырам. Қазір ондай ентігу, ұрсылдау деген жоқ. Мынау енді Алла бұйыртса 90 килограммға түсіп жатсақ, мүмкін негізгі бойым менің бірде 75 еді. Қазір ана жолы өлшенсем 74 болып тұрма сондай. Негізі бойым бірде 75. Сол салмағым негізі ары кетсе 85 килограмм болу керек. Бірақ 90-ға жетіп алсақ, ары қарай 5 килограммды түсірерміз. Басты цель 90 килограмм. Келесі аптада Алла бұйыртса 110 килограммен алдарыңызға шығамын, жүздесемін. Енді мынау 110 килограммға түсіп алғаннан кейін бірте-бірте ұзақ шақырымға жүруді бастаймын. Кейін жүгіруді қосамын, және де басқа да денені шынықтыру әдістерін қолданамын. Сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Тағы да айтамын, жаңа подписаться етіп отырсаңыздар, көресіздер қалай адаптация болып жатқанымды. Негізгі цель 90 килограмм ары қарай бұлшық етімді дамытып, не дейді қазір? Бұлшық еті дамыған жігіттер бар ғой енді. Сондай болып жүрсем деген ниеттемін. Примерно мынандай да мынау. Өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса комментарийға жазып өтіңіздер. Кім артық салмақпен
күрескен кезде қандай қиыншылықтар болды. Мен де сол айтып жатырмын ғой, 3-ші аптада жаңағы наурыз көже сәл жеп қойып срывтар болды. Срыв болады екен. Қанша шыдайым десең де жаңағы жеп қалған тамағың жегің кеп тұрады екен. Сол үшін қазір өзімді мықтылап ұстап жатырмын. Енді Алла бұйыртса ары қарай да ұстаймын деген ниеттемін. Кім артық салмақпен күрескен кезде қандай қиыншылықтармен жолықты, сол туралы жазып өтсеңіздер болады. Қандай маған жаңағы не дейді, совет бересіздер. Қазақшасын ұмытып қалдым қазір. Қандай совет берсеңіздер болады. Артық салмақпен күрескен кезде нені істеу керек, нені істемеу керек. Бөлісіп отырсаңыздар, комментарийден басқа да адамдар қарап оқып, мүмкін өзіне сабақ алар. Енді келесі аптада Алла бұйыртса 110 килограммен сіздермен жүздескенше сау саламат болыңыздар, ауырмаңыздар. Қазіргі заманда иммунитет жоғары болу керек. Басты байлық денсаулық дейді ғой. Сол үшін денсаулықтарыңызды күтіңіздер, иммунитеттеріңіз жоғары болыңыздар. 4 көзіміз түгел. Келесі аптада жолыққанша. Ассалаумағалейкум.